Баршаңызға сәлем. Бүгін мен орама жасаудың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қазанға сұйық майды құйып алып, жақсылап қыздырып аламыз. Пиязды турап аламыз. Оны қызарғанша қазанда қуырамыз. Сарымсақты ұсақтап турап аламыз да, оны да пиязбен бірге жақсылап қуырамыз. Қызанақты ұсақтап турап аламыз. Оны да қазанға салып, жақсылап қуырамыз. Енді орам жапырақты тураймыз. Турап болған соң оны қазанға салып, жақсылап қуырамыз. 15-20 минуттай әбден жақсылап қуырылғанша ақырын отта қуырамыз. Бұған енді тұз саламыз және ұсақталған қара бұрышты саламыз. Сөйтіп жақсылап араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Енді қамырын илейміз. Ең алдымен ұн салып аламыз, оған бір жұмыртқаны саламыз. Суға тұзды салып жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп бір келкі қамыр илейміз. Қамырымызды сәл қаттылау қылып илегеніміз дұрыс. Осы илеген қамырымызды 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне, біздің орам жапырағымыз дайын болды. Енді біз подлив жасау үшін сұйық майды құйып, қыздырып аламыз. Оған пиязды турап, қуырамыз. Сарымсақты ұсақтап турап алып, оны да саламыз. Қызыл рең беру үшін қызанақты да турап ұсақтап саламыз.
Сөйтіп барлығын жақсылап араластырып, тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Сөйтіп қақпағын жауып, жай отта қуырамыз. 15-20 минуттай қуырылғаны жақсы. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың бірінші бөлігін жайып аламыз. Жұқа қылып жаямыз. Неғұрлым жұқа болса, соғұрлым дәмді және жақсы болып піседі. Осы жайылған қамырға жаңағы дайын болған орам жапырағымызды 4 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін салып, бетіне жағып шығамыз. Енді жұқа рулет қып, оны орап шығамыз. Енді мантоварканы майлаймыз. Оған жаңағы рулетімізді саламыз. Сөйтіп газға 30 минутқа қоямыз. Міне біздің орамамыз дайын, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.